Мынау жаңағы отандық ел қоғамдық бірлестігінің төрағасы осы дүниежүзі қазақтар қауымдастығында және диаспораның жақында жұмыс істеп келген Мұқан Мамытханұлы. Рахмет. Мен мынау жаңа рахмет айтқандай қоғамның мәселесін көтеріп отырған Мұқан партиясының жетекшісіне рахмет. Көтерілуге тиісті мәселе. Мен енді 97 жылдан бері қарай қауымдастықта болдым. Ақыл қазіргі ғалым кешкенше тек соғысып оралмандардың жағдайы бір белгілетін деуге болатын жағдай бар. Ең басты мәселе, бірінші мәселе Қазақстанға оралман Қазақстанда керек ме керек емес пе шетелдегі деген мәселені мен осы 15 жылдан бері айтты. Деген бір мәселе. Бұл шетелдегі қазақ керек пе, жоқ керек емес пе? Жоқ, Қазақстан егеменді болды, әлгі 300-дің басын қосқан сияқты шетелдегі оралманды да жинап жатыр деген сөз үшін керек пе? Жоқ, түбегейлі біз қазақтарды әкеп алу үшін керек пе деген мәселе. Бұл ең бірінші мәселе шешіп алады. Әгер біздің Қазақстан осынша ұрланған далаға бүкіл дүние жүзіндегі алпауыт елдер көздігіп отырған осындай жағдайда, әгер Қазақстан Республикасының территориясын біз қазақ халқының 80%-ке жаңасында айтқандай 70% қоршамақ қорғамасақ, ертең біздің елбасына күн туғанда біздің жанымызға кімдер топтасады деген мәселені шешіп алу үшін қажет. Ең басты мәселе осыған қажет. Әгер ондай болады екен, шетелдегі қазақ Қазақстанға көшіп келуге мүдделі ме, жоқ Қазақстан шетелдегі қазақтарды көшіп алуға мүдделі ме деген мәселе. Түбегейлі мәселе. Ендеше шетелдегі қазақтарды Қазақстан көшіп алуға бірден мүдделі болуға тиіс. Бұған екі дәлел. Біріншісі, Қазақстан Республикасы ол қазақтың мемлекеті. Мейлі шетелде жүрсін, мейлі осы жерде жүрген қазақтардың бір мемлекеті. Елбасы бірінші құрылтайда да, екінші құрылтайда да айтқан, дүние жүзінде қазақтардың бір-ақ мемлекеті бар, ол тәуелсіз Қазақстан. Ендеше дүние жүзінде қазақтардың бір-ақ мемлекеті бар, ол тек бүгінгі қалыптасқан 20 жылдың артында емес, ол анау атам қазақ жаралғаннан бері қарай, осыда біздің Қытайда қазақтарды мен есептеп шықтым, 4 атасының басы Қытайда жатыр екен. Ол 5-ші атасынан бастап барлығы қазақ жерінде жатыр. Осы жерде. Сондықтан бұл мәселе түбегейлі шешетін заң жасайтын кезде біз Отан партиясы болсын, мейлі басқа болсын, Руханият партиясы болсын, ең бірінші мәселе осы мәселе айқындалғанда, онда ол көші-қон мәселесі, көші-қон заңы осыған негізделіп жатады. Мен осы түбегейлі шешіп алатын нәрсе бірінші. Көші-қон заңына мен тоқталмай-ақ қояйын, оны әзір көші-қонның Руханият партиясы Астанада жинашады екен, осы мәселелерді ескеріп айтса, көші-қон заңы жақында белгілеп, оған біз жаңа рахым айтқандай ықпал етуіміз керек. Екіншісі, оны ішкі істерге қосып келеміз деп жатқан жағдай бар еді. Оған қосса қалай болады, солар мәселе шешілген соң айтып жатамыз. Енді мен мына екінші бір мәселе. Біздің дүниежүзілік екі орган бар. Біріншісі көші-қон агенттігі, екіншісі дүниежүзілік қазақтардың қауымдастығы. Бұл оралмандармен тікелей айналысатын ұйымдар деп Қазақстан Республикасы құрылған кезде осы мәселені құрған. Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы бірінші құрылтайынан бастап 2005 жылға шейін аз-кем жұмыстарды атқарды деуге әбден болады. Өйткені біз мен сонда көп жұмыс құрдым. Шелекте, мысалы Шелекте Мақан Қалдагүл Найманбаев ағамыз екеуміз 98 жылы бір үй сатып алдық. $1,500 бір үй сатып алдық. Менің арымда, менің болсын, осы жерде басқұлықтан көбейтін қазақтарды көбейтін. Сол арманымыз, міне содан бері қарай сол 2005 жылға шейін 1500-дей семья әзір сол Шелек өңіріне көшіп келіп қоныстады. Әзір бүкіл экономикалық кейбір жағдайларды басқа ұлттардан өткізіп алды деп айтуға болады. Бұған тікелей мойындық болған сөзде қауымдастығы. Біз 240-200 баладан Таскөште оқытатын балалар 1500, тіпті 1000 балаға шейін, 1000-нан артық кеткен жылдар болды. Тікелей барып, соны барып қабылдап сөйлейтін, айтып жүріп, шақыртып жатып жүріп алып деген күндеріміз болды. Ал 2005 жылдан кейін, дәл қазірге шейін бізден 200-300 бала келмейтін жағдайға жетті. Бірінші, екінші мәселе.
Hazır sen hazırlık gezende кейбір қатысты органдар оралмандарды жоғарыға, әсіресе Отан партиясына қандай айтып жатқанын білмеймін. Елбасы жаққа бәрі жылауы, оралмандардың бәрі бергенді білмейді, түсінбейді. Я жұмыс істемейді, жылағаннан басқаны білмейді, бер деп айтады деп жамандайды. Сосын мен оның ішіндегі жаңағы Жәди сияқты, Рақым сияқты оралмандар мәселесін көтеріп жүрген қаламгерлердің барлығы саудагер, олар жаңағы өз мүддесі үшін жаңағы өсіп жатыр деп айтып, сонда бізді айтса, олар баяғы сондай адамдар айтып екен ғой дейілу үшін болып жатқан шығар деп ойлаймын. Сондықтан, егер біз шынайы осы мәселені ойластыратын болсақ, онда біз жаңағы біз түбегейлі қазақ дүниежүзі қазақтарының қауымдастығын қайтадан шетелдегі қазақтар үшін жұмыс істейтін орталыққа қайтадан қойыңыз керек. Мәселен диқандарды айтады, қазір шелекке барып көріңіздер, шелекте мыңнан артық қоятаған оралмандар шетінен шығады. Bütün kasaptı adam uygunluktan alıp kasaptan ötküzü var oranında. Bütün kuruluşlu ötküzü var. Bütün mal tavlasının ötküzü var. Bu bütün memleketimizde konuşacaktan üzülüyorsunuz. İşten istemeyi cevap yazdım. Cahil. İşten ketlerini istedim kubata bakarak tutan olsa, ondan koşu ondan kubata meselesi kostak, cahil kubata bilmeyiz. Yeniden sunmayız. Biz 28 seneye koşup ettik Kıtay'a Kayta'da. Niye hoşup etti dedi mesleğinden, aldan bir şey var teksitken bu. Kıtay'ın aldan bir şey var. Onların bär vaylısı var, ciğer alınmasak, elimde basak, cebimde basak. Su alınmasak, onda biz nemine gömerak. Onlar bir cevap kamera koyar, kelgende cüz alasın ciğer versin, gençlikte mal bakasın ciğer versin. Bu oldu. Biz, bütün oranında biz yer basında begeniz. Öbür oranında beni kim çağırıp gidilsin, beni yer bası çağırıp diye bakın. Çocuklar var, yakın paraları korktadı. Sonda var bu kömür kulak. Ondan buna bir kömür çağırdık. Ne de biz değil altta ortada cip salarız diye. Elbasından kat geldi. Ben Elbasının Hındık aparatına kat çaldım. Kıtay kazaklarının koşuğunu toplatmaya baktım. Bu koşuğu nereden toplatmayı bulursak koşuğu nereden? Oval oldu. Oval koşuğunda bana ölümcüde pöktürleydi. Bizim ölümcüde köz olmuyor. Şeylere cennet olmasın şeyin aksa söyleydi. Kirti celal olmaydı, kirti olmaydı, azınatını olmaydı. Bunun neleri var? Meselenin şişir olmaydı mısa onda bu koşuğunu toplatmasak kazaklarını bunda kinağa olmaydı. Bakın kaç yazıktır Hındık aparatı. Sizden bu usulsunuz Cenab-ı Konsolosluğa kaptırdı. Koşuğu Kıtay'ın kazaklarının cevap etkilerini diyebilirdi. Yeni vida aşı meselesini Mılanda'ya vize verir misin? Mılanda'ya verir mi? Hep Mılanda'ya. Ben bunun da rahmet et koyuyor.